Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbi yassir wa la tuwassir, rabbi tamin bil khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Tağalaға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасына, мен барлық сахабаларына Алла Тағаланың салауаттары мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршамызға күндердің төресі болған, күн шыққан кездегі ең жақсы болып шығатын күндер болатын болып есептелетін, міскіндердің жағдайы келмеген кісілердің қажылығы болып есептелетін жұма құтты берекелі болсын. Жұманың барлық жақсылығы, берекесі барша момын мұсылмандарға, сізбенен бізге болсын. Алыс жақыннан осы мешітімізге арнайы ниетпенен, тілекпенен, дұғаменен келіп отырған осы жамағаттың Алла Тағаланың барша дұға тілектерін қабыл етіп, ниеттеріне, мұрат мақсаттарына жеткізсін Алла Тағалам. Басып келген әрбір қадамдарымызға Алла Тағалам сауап хасанадан жазсын. Алла Тағалам осы жұмаға дейін жасаған барша күнәларымызды осы бүгінгі өтетін жұмамызбен күнәларымыздың кешіруінің кәфараты болуын Алла Тағалам сізбенен бізге нәсіп етсін иншалла. Бүгінгі Алланың қалауымен иншалла жұмамызды айтылатын тақырыбы жақсылықты үміт ету. Алла Тағаланың рахматынан, Алла Тағаланың мейірімінен үміттену. Алла Тағалаға иман еткен, келтірген пенде әрқашан келешекке үмітпен қарайды. Жеке адамда, қоғамда үміттің арқасында алға басып дамиды. Пенде өзінің үміті арқылы түрлі белестерден қиналмай өтіп, биік шыңдарға шығып, көптеген жетістіктерге қол жеткізеді, яғни үмітті үзбеген халде. Осыны ескерген халқымызда мақал мәтелінде не дейді? Үмітсіз жаннан без, қайырсыз малдан без деген. Шықпаған жанда үміт бар, үмітсіз шайтан деген сияқты түрлі насихаттарды қалдырып кеткен. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімнің Хижр сүресінің 56 аятында сізбенен бізге былай дейді: Астаузу билля ва ман яқнату мир рахмати раббихи илля даллун. Садақаллахул азим. Раббыңның рақымдылығынан, яғни Алланың рахметінен адасушылардан басқа кім үміт үзеді дейді. Яғни мен мұсылманмын, мен Аллаға сенемін, мен пайғамбарға сенемін, өлгеннен соң Алла Тағалаға қайтыс болуға сенемін деген әрбір мұсылман Алланың рахметінен үміт үзбеу керек екен. Тек қана кімдер үзет деп атыр? Адасқандар, доллун, адасқандар ғана Алланың үмітінен, Алланың рахметінен үміт үзеді деген мағынада Алла Тағала сізбенен бізге мархамет еткен екен. Үмітсіздік үнсіз жұтатын ұйқы іспетті. Адам қанша қарманбақ болса да еш нәрсеге қол іліктіре алмай батқан сайын бата түседі адам үмітсіздікке салынған кезде. Үмітсіздік қылу адамды күйзеліске ұрындырып, келешегін тұмшалайды. Бұл дүниеде өмір сүруге деген ынта іштихатын, ерік жігерін, құлшынысын құрықтап тастайды. Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады деп қанат сөз айтып кеткен екен. Яғни адамда үміт бар кезде ол өрге, биікке тартай береді дейді. Биік белестерді алуға себепші болады дейді адамда үміт болса. Ал егер адам үмітсіздікке салатын болса, тірі болса да өзін көрге тартай береді дейді. Неге? Үмітсіздіктен. Бұқар Жырау бабамыз да өзінің жыр өлеңдерінде былай деген екен: жақындап ажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңіл қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітін жоймас адамзат деп айтты дейді. Яғни адамға тән нәрсе екен үмітін жоймау.
үмітсізденбеу. Мына себебі кейбір жағдайларда естіп жатамыз. Молдеке дейді, дайындала берсек бола ма, қабірін қаза берсек бола ма деп жатады, бір ауыр жатқан халде. Біздің ислам дінімізде мынау анық ауыздан жаңағы жан денеден шығып кеткенге шейін дайындалуға болмайды. Дұға жасауға бұйырылғанбыз. Уа Алла тағалам, жеңілдік бер, уа Алла тағалам, ауырынан жаза көр деп. Алдын ала дайындалуға болмайды. Жаңағындай. Жаңа айтады ғой, мысалға, врачтар қайтарып жіберді, 1-2 күн қалды деп айтып жатыр дейді. Сонан уже дайындала берген мал сойып дайындап қоюға болмайды екен. Алладан үмітті үзбеу керек екен мұсылман адам. Себебі Алла тағала үшін өте оңай. Алла тағала күн фаякун деген. Яғни Алла тағала бір кез келген нәрсеге әмір берсе, ол бола қалады. Бол десе, былайша айтқанда моментально болып қалады. Сондықтан да ол ешқашан Алладан үміт үзбеу керек екен. Соңғы дем қалғанға шейін. Бірақ мұсылман кісі дүниеде, ақиретте де әркез жақсылықты үміт ету қажет. Дегенмен де ол үмітке де қатты беріліп кете беруге де болмайды. Ол үшін дінімізде үміт етудің мынандай 3 түрін білуіміз аса маңызды екен. Ең біріншісі Алла тағаланың мейіріміне үміт арту. Әлемдерді жаратқан Алланың пендесіне әрдайым рақымы мол. Адам баласы қандай күнәға жолықса да, Алла тағала кешірімнің ерекше мол екендігін білдірген. Пенде оған сену керек. Қасиетті Құран кәрімде Ағраф сүресінің 56 аятында «Вадууху хауфан ва тамаан инна рахматаллахи қарибун минал мухсинин». Садақаллаху алазим. Үрей мен үміт арасында Аллаға жалбарыныңдар, шын мәнінде Алланың рақымы жақсыларға жақын делінген. Яғни мұсылман адамның сенімі, мұсылман адамның Құдайға деген үміті солай болу керек екен. Қорқыныш пен үреймен ортасында, үрей мен үміттің ортасында. Мынау үтір деген намаз оқимыз, құрметті жамағат. Үтір намазы ол уәжіп намаз. Егер оқылмай қалса қазасы оқылады міндетті түрде. Сол үтір намазы 3 ракағаттық оқылады. 3-ші ракағатында рукуға бармай қол көтеріп Аллаху акбар деп қолды қайта байлап құнут деген дұғаны оқимыз. Аллахумма инна настаинука ва настағфирук деп басталатын. Сол құнут дұғасының мағынасы бұл сахих тізбекпен келген дұға бұл. Одан бөлек тағы бір дұғасы бар. 2 вариантта. Осы біз Ханафи мазхабы осы вариантын қабылдағанбыз. Аллахумма инна настаинука ва настағфирук ва наузу билла. Енді осы жерде мен айтатын жерім нахну наржу рахматак ва нахша азабак деген сөзі бар. Нахну наржу рахматак деген, я Раббымыз, сенің рахметіңнен үміт етеміз біз. Ва нахша азабак, соған қоса бірақ азабыңнан қорқа тұрамыз, үрейленіп тұрамыз. Инна азабака, не дейді, расында сенің азабың кәпірлерге деген. Яғни мұсылман адам Құдай тағаладан тек қана үміт, жаңағында ешқандай себепсіз үміттене беруге болмайды да, намаз оқымай, ораза ұстамай, күнәлардан тыйылмай, Алла кешіреді ғой, Алла кешірімді ғой дей беруге болмайды. Намаз оқу арқылы, Құдайдан дұға тілеу арқылы Алладан рахметін үміт етіп, одан қоса Алланың азабынан қорқып, кешірімін үміт етіп отыру керек екен мұсылман адам. Алла тағала сол секілді Алла тағала иман келтірудің ең абзалы оған сүйіспеншілікпен мойынсыну. Міне сондықтан Алла тағалаға, яғни міне сондықтан адам баласы қаншалықты қате жасаса да ешқашан Алладан үмітін үзбеу керек. Қасиетті Құранда Зумар сүресінің 53 аятында Астаузу билла аят тыңдайық иншалла. Алла разы болсын. Астаузу билла қул я ибадиллади асрафу ала анфусихим ла тақнату мин рахматилlah инналлаха яғфиру зунуба джамиа иннаху хуал ғафурур рахим. Садақаллаху алазим. Осы аяттың қазақша мағынасын айтпастан бұрын бір уақиғамен бөлісіп кетейік. Пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлем болсын алдына бір Араби келді. Араби деген шөл далада түйе бағып жүрген, этика, эстетикадан хабары жоқ, сондай сұрақты тігінен қоятын,
тура бетте жаңағыдай тікелей сөйлейтін кісілер болатын. Жаңағы мәдениетсіздігін сәл алыстау, бірақ дегенмен өте жаңағыдай шыншыл келетін олар. Уәдеге берік тұратын. Сондай кісілердің бірі келіп, "Уа Мұхаммед" деді. Негізі ешкімге, жай адамға Мұхаммед деп айтуға болмайды. Я Расулалла деп айту керек. Уа Алланың елшісі, я Наби Аллах деп, саллаллаху алейхи уассалам деп. Бірақ ол кісі солай еді, бірақ оның жүрегінде ондай жамандығы жоқ, енді үйренгені сол барып. Содан Алла күнәларды кешіре ме деді. Я Алла Тағала кешіреді деді. Егер адам баласы ұрлық жасаса кешіре ме деді. Кешіреді деді. Қатала деді. Адам өлтірсе кешіреді деді. Тәзни деді. Зина жасаса кешіреді деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға осы сөз диалог бола бердік. Ананы кешіре ме, мынаны кешіре ме дей берген кезде Алла Тағала осы аятты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірел Амин арқылы түсірген екен. Не деп айтар? Я айбади аллади асрафу, уа шектен тыс күнә жасап, өздеріне зиян келтірген құлдарым. Қараңызшы, біз күнә істеп жатсақ та, Алла Тағалаға аси болып жатсақ та, яғни құлақсыздық танытып жатсақ та, Алла Тағала өзінің құлдарын менің құлдарыма айт деп жатыр. Өзінің нәпсісіне зұлымдық жасаған менің құлдарыма айт. Олар не дейді? Алланың рақымынан үміттеріңді үзбеңдер. Алла күнәлардың барлығын кешіреді деп жатыр. Кез қандай күнә болмасын кешіреді Алла Тағала. Өйткені ол күмәнсіз жарылқаушы және өте мейірімді деп баяндаған. Шынында да өмірде орны толмас қателікке бой алдырып, өкініштен өзегі өртенген жандарға осы бір аят үлкен үміт сыйлап, бақытқа жетуіне себеп болды. Тіпті өзін күнәһар, кәпір санап, иманға жақындай алмай жүрген пенделерге исламды қабылдатты. Айтайлық пайғамбарымыздың ең жақын сахабасы, Алланың арыстаны атанған Хазіреті Хамзаны шейіт қылған Уахшидің өзін Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, бірнеше рет Құраннан аяттар жолдап, исламды қабылдауға шақырды. Алайда Уахшиға жан сарайын кернеген үмітсіздік пен күдіктен арыла қою қиынға соқты. Ол пайғамбардың жақынын өз қолымен өлтірген үшін бұдан бұлайға уақытта өзін кешірімге лайық емеспін деген сендірген еді. Яғни білесіздер, пайғамбарымыздың ағасы болған Хамза радиаллаху анхуды Уахши деген кейін сахаба болады, ол иманға келеді. Бір әйелдің несіменен ол өзі құл болады. Құл болғаннан кейін несіне қарсы келе алмайды басшысына. Сол басшысы ақша беріп соны өлтіргізеді, былайынша айтқандай. Қазір күнде киллер деп жатады ғой, киллер нанимать етеді, ол барып Хамзаны өлтіреді. Бірақ өлтіргеннен кейін қатты өкінеді. Исламды қабылдайын десе, мен пайғамбардың ең жақын туысын өлтірдім ғой. Енді мені Құдай ол үшін мені кешірмейді деген ой болады. Сонда пайғамбарымыздың өзі сол кісіге хат жазады екен. Алладан үмітіңді үзбе. Алла Тағала барлық күнәларды кешіріледі деген мағынада. Құрандағы бұл аят бүгінгі адамдарға да үміт сыйлаумен қатар келер ұрпаққа да үміт қайнары болмақ. Уахшидің бойындағы кешірімге деген күдік күмән сейіліп, көкірегіндегі үміт оты қайта маздап мұсылмандықты қабылдайды. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты болсын 3-ші рет осы аятты жазып жібергенде дейді. Жаңа жоғарыда оқылған аят бар ғой. Алланың рахметінен үміт үзбеңдер. Алла барлық күнәларды кешіреді деген аятты жазып жіберген кезде Уахшидің өзі жүрегі елжіреп, жаңа Құдайға үмітін артып, Құдай кешіреді екен ғой деп, жаңағындай исламды қабылдаған екен. Тағы да бір Алла Тағаланың мейірімі, шексіздігі, қанша Аллаға біз исян дейді, күнә жасасақ та, қарсылық келсек те, бірақ та Құдайды тіпті танымай мойындамасақ та, Құдайды танымай мойындамадық, атеист болып жүрдік. Бірақ түбінде мынау жанымыз алқынға келмей тұрып, о Алла Тағалам, жаңылдым. Әлемдердің Раббысы Алла Тағала, мен саған иман келтірдім деп исламды қабылдаған кезде алдыңғы күнәларымыздың барлығын Алла Тағала жойып, нөл қылады деген, былайша айтқанда.
анадан жаңадан туылғандай қылып қабылдайды екен. Яғни мұсылманшылыққа қайтамыз. Мысалы көпшілік айтамыз ғой, пәленше кісі, бір орыс кісі исламды қабылдапты деп айтамыз. Бір кореец исламды қабылдапты. Жоқ, исламды қабылдаған жоқ, исламға қайтты деп айтуымыз керекпіз. Негізінен адамзаттың барлығы Алланың мейірімі соншалықты кең. Әрбір дүниеге келген кезде мұсылман қылып жібереді Алла Тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, әрбір адам баласы дүниеге әла фитрат, фитратта дүниеге келеді дейді. Яғни мұсылман болып келеді дүниеге. Оның кейін ата-анасы немесе қоғам оны насрани қылады, яхуди қылады, немесе өзге діндегілерден қылады дейді. Бірақ негізінен қарасаңыз, хадисте мұсылман қылады деп айтып отқан жоқ. Адам өзі табиғатында мұсылман болып келеді екен. Яғни сол жаңылдым, жаңылмайтын жақ болмайды дейді ғой. Соның жаңылдым Алла Тағалам деп қайтып Алла Тағаланы мойындаған кезде, исламға қайтқан кезде Алла Тағалам барлық күнәларын кешірілген халде қабылдатқызады екен, қайтарады екен. Соншалықты Алланың мейірімі кең деген. Енді осы жерде бір уақиға айтып берейік. Ибрахим алейхиссалам, білесіздер, Алла Тағаланың Хабибулла деген лақап аты бар, білесіздер. Хабибулла деген Алла Тағаланың сүйіктісі деген. Ибрахим алейхиссалам сол Алла Тағаланың сүйіктісі деген атқа қалай жетті десе, ешқашан Алла Тағаладан үміт үзбеген екен. Еш уақытта Алла Тағаладан үміт үзбеген. Одан кейін екінші қасиеті, ешқашан басқа біреуге үміт артпаған екен. Алладан бөлек. Тек Аллаға үміт артатын, арқа сүйеген. Yani, тәуекел дейді ғой, тәуекелді. Тек Аллаға сенеді. Тіпті мынау білесіздер, Намруд патша, ол кімді? Залым патша Ибрахим алейхиссаламды отқа лақтыратын кезде Жәбірейіл Амин келеді. Жәбірейіл Аминнің қасында жел періштесі, бұлттардан жаңбыр жаудыратын жаңбыр періштесі келіп тұрады. Алланың сүйіктісі Хабибулла, бізге әлайна хәжа дейді. Бізге сенің қажеттілігің бар ма? Бізге қандай қажеттілігің бар? Қандай көмек қажет бізден деген кезде, сендерге ма дейді. Я, бізге дейді. Жоқ, қажеттілік жоқ. Менің қажетім тек әлемдердің Раббысы Аллаға ғана дейді. Аллаға ғана қажет, мұқтаждық танытам дейді. Ондай айтса дейді Алла Тағалаға дейді. Айтып не істеймін, ол бәрін біліп тұр ғой дейді. Мен әлемдердің Раббысы Аллаға тәуекел етем, үміт артам деген кезде Алла Тағала бәрінен озып, не деді? Оттың өзіне, я нар бардан ва салама аля Ибрахим, куни, я бардан куни, от бол деді. Ибрахимме, менің Ибрахимме салқын және зиянсыз бол деп, оттың өзінің қасиетін, структурасын өзгертіп қойды Алла Тағала. Әдетте табиғат от өртейді, күйдіреді ғой. Бірақ Ибрахимге дәл сол от зиянсыз әрі салқын болды. Яғни осындай болған Ибрахим алейхиссаламның сол Хабибулла дәрежесіне жетуінің бірі, ешқашан тамақты өзі жалғыз жемеген екен. Ешқашан. Тамақ жейді ма, ужин бола ма, обед бола ма, не істейді? Жан-жағына қарай деген, кім бар? Кел, бірге жеп алайық. Көршісі бар ма, не бар, шақырып алып бірге жей деген. Жеке өзі жалғыз өзі жемей деген тамақты. Сол әдетін бүткіл халық естіп біледі екен. Сонда бір өте қатты қарны аш адам 70 жыл бойы санам дейді, санам дейді. Санам деген арабтарда мынау идол дейді ғой, сол идолдың аты бір аты. Соған сыйынады деген 70 жыл я санам деп сәжде жасап сыйынады деген. Рызық бер, мені байта көр деп. Бірақ 70 жылда сол көзі жетіп ешқандай түк пайда болмағаннан кейін, саған 70 жыл мен санам дедім, сені бұт дедім, құдай дедім, ризық бер дедім, мені ешқандай алдыға бастырмадың, мені дамытпадың, маған ешқандай пайда да берген жоқсың, зиян да берген жоқсың. Мен сенен үмітімді үздім дейді екен.
Сөйтіп жол жөнекей кетіп бара жатқан кезде естіп қалады екен, осы Ибрахим деген адам бар, ол Құдайына сенеді, ешқашан өз жалғыз тамақ жемейді, сен де барсайшы, саған да тамақ береді, қарның аш қой деген кезде, жарайды мен барайын деген екен дейді. Сонда барған кезде Ибрахим алейхиссалам алдынан күтіп алып, қарап, үстінде анау мойнына тағып жүретін өздерінің несі болады екен, ол санамға сыйынатындардың белгісі болады екен, қазіргі күнде крест сияқты ғой. Енді сен өзге дінде екенсің ғой, таухид дініне кел, бір құдайшылыққа шақырам сені, қабылдасаң үйге қонағым бол деген. Жоқ, мен ата бабамның дінінен қайтпаймын, тамақ үшін дінімді сатпаймын деп айтты дейді. Жарайды, онда өзің біл деп айтты дейді. Қайтарып жіберді дейді. Сонда Алла тағаладан уахи келіп Ибрахим алейхиссаламға: о хабибім Ибрахим, пәленше 70 жылдан бері санам дейді. Санам деп келе жатыр. Бірақ сондай болса да мен оның рызқын беріп келе жатырмын. Неге сенің бүгін менің қонағымды сен қонақ етіп күтпедің дейді. Неге оның дінін сұрастырдың дейді. Бере бермейсің ба дейді, мен берген рызықтан дейді. Сонда бірден есін жиып, жаңағы кісінің артынан барып: бауырым, артыққа қайтшы, кел, қонағым бол, тамағымды берейін. Жоқ, дініңді қабылдамайын деді. Жоқ, керек емес, кел, бізбен тамақтан бірге отыр деді. Сөйтіп тамағын берді. Содан кейін бар: бұл ақыл саған қайдан келді деді. Әлемдердің Раббысы Алла тағаланың өзі маған уахи етті. Сен 70 жылдан бері санам дейді екенсің ғой деді. Бірақ 70 жылдан бері санам десең де Алла тағала ас-самат болған, ешқандай нәрсеге мұқтаж емес. Аспанға, жерге, жеуге, ішуге, ұйықтауға, әйелге, балаға мұқтаж болмаған Алла тағала сенің рызқыңды беріп тұрған екен ғой деді. Сонда әлгі мүшрик: мен 70 жыл бұтқа табынсам да, Құдай тағала шынымен менің рызқымды, сенің Құдайың сонда маған рызық беріп тұрды ма? Және сен бүгін маған рызық бермей қайтарып жіберген кезде Құдай тағала мені есіне алды ма? Онда мен санам дегенмеймін, енді бүгін мен я самат деймін деген екен дейді. Сонда Алла тағала уахи жіберіп: 70 жыл санам деп бір рет самат деген үшін мен оның күнәларын кешірдім деп айтты дейді. Сонда о Алла тағалам, Ибрахимнің өзі шыдамай: Алла тағалам, қалай ол 70 жыл саған ширк жасады, сен оны қалай кешіресің деген кезде, 70 жыл ол санам дегенде тастан ешқандай жауап күтпеді, жауап ала алмады, пайда көрмеді. Егер маған да бір рет самат дегенде мен де оған ешқандай жауап бермесем, ол тастан менің не артықшылығым бар деп айтқан екен дейді Алла тағала. Яғни Алланың мейірімі қандай кең. Біз кез келген уақытта я самат деп, яғни Аллаху самат деп, Алла деп Аллаға қайтатын болсақ, Алла тағалам ләббай пендем дейді екен. Себебі құдси хадисте білесіздер, мынау түннің 3-тен 1-інде Алла тағала өзінің рахметімен, мейірімімен жер әлеміне Алла тағаланың өзінің мейірімі төгілетін уақыт болады екен. Ей құлдарым, менен кешірім сұрайтындар бар ма? Күнәларыңды кешірейін. Менен рызық сұрайтындарың бар ма? Рызықтарыңды берейін. Маған қол жайып дұға жасайтындар бар ма? Дұғаларыңды қабыл етейін дейді екен Алла тағала. Сондай Алла тағаланың мейірімі, Алла тағаланың рахымдылығы кең екен. Сондай Алла тағаладан үміт үзу ол әрине үлкен адасушылықтан келіп табыла деген құрметті жамағат. Мінекей, енді уағызымызды қорытындылайтын болсақ, Алланың мейірімінен үміт үзбеу жайында Алла тағала Юсуф сүресінің 87 аятында былай дейді екен: «Вала таасу мир раухиллахи иннаху ла ябасу мир раухиллахи иллал қаумул кафирун». Садақаллахул азим. Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер. Анығында Алланың мейірімінен қарсы болған қауым ғана үміт үзеді деп айтқан. Сол үшінде келешекке үмітсіздік танытып, күмәнмен қараған адам жақсылыққа жете алмайды. Жүсіпбек Ауматов: адамда аз да болса бір үміт, бір таяныш болу керек. Ондай таяныш болмаса тіршілік етіп не керек деп айтып кеткен екен. Алла тағала халқымызды амандық, жұртымызға тыныштық беріп, қасиетті жұма күнгі дұға тілектерімізді қабыл еткей. Ахир дауана
Anilhamdulillah.